Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше әрі дәмді болып шығатын кесе самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды саламыз, содан соң бөлме температурасындағы суымыз бен тұзымызды тұз ерігенше араластырамыз, және де суымызды ұнның үстіне құямыз, содан соң еріп тұрған сары майымызды құямыз. Алғашында қасықпен осылай араластырып алып, содан соң қолыңызбен қамыр илейміз. Қамырымыз басында бірікпейтін сияқты көрінуі мүмкін, кішкене ұзағырақ илейсіздер. Біздің қамырымыз кішкене қаттылау болып шығады, бірақ құрамында сары май болғандықтан қолымызға жағымды болып шығады. Әзірге біз қамырымызды тындыруға қойып қоямыз. Әзірге біз салмасын дайындайтын боламыз. Фаршымыздың үстінен тұзын сеуіп, оның үстінен қалауыңызша пияз, картошка, асқабақты майдалап турап саламыз. Және де қойдың іш майын ұнатсаңыз, онда майдалап кішкене салсаңыз болады. Және де сіздің салмаңыз сочный болып тұру үшін помидор қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Барлығын дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Ендігі кезекте біз жаңағы тынып тұрған қамырымызды алып, осылай ұзынша етіп, дәл ортасынан бірді етіп бөліп аламыз. Содан соң осы қамырымызды тағы да екі бөлікке бөлеміз, және де тағы да кішкентай екі бөлік аламыз. Сонда бізде екі үлкен, екі орташа, екі кішкентай қамырымыз болады. Қазір видеодан қарайтын боласыздар, бұл қамырды қалай қайда қолданатынымызды видеода барлығы анық етіп түсіндірілген. Енді біз жаңағы дайын болған қамырларымыздың ішінен үлкендеу қамырымызды алып жайып шығамыз. Біздің қамырымыз орташа қалыңдықта болуы қажет, қатты жұқа болып кетпеуі керек. Қыздар, барлық ингредиенттерді астында описанияға қалдырдым, міндетті түрде өлшемімен жасап көріңіздер. Қамырымызды жайып алғаннан соң үлкендеу осындай ыдысымызды алып, ішіне қамырымызды орналастырамыз. Сіздердің самсаларыңыз біркелкі болу үшін осындай ыдысқа істесеңіздер өте ыңғайлы болады. Содан соң қамырымыздың ішіне салмасын толтырып салып шығамыз. Салмасын салып алғаннан соң қамырымыздың асты жақтарының барлығын бір-біріне біріктіріп, осылайынан түйіп аламыз. Мен ішіне қойдың майын қоспағандықтан құрғақ болып қалмасын деп, осылай сары майды қосып қойдым. Астын осылай жақсылап біріктіріп аламыз. Егер де сіздердің астарыңыз жақсылап біріктірмесеңіздер, суы ағып кетуі де мүмкін, немесе қамырларыңыз ажырап кетуі де мүмкін. Келесі біз енді жаңағы алып қалған қамырдан орташа қамырын алып жайып шығамыз, және де оны осы дайын болған самсамыздың астына қоямыз. Өлшеміне қарай жан-жағын кесіп, бір-біріне біріктіріп қоясыздар. Келесі біз алып қалған ең кішкентай қамырымызды алып, ұзынша етіп осылайынан кесіп шығамыз. Содан соң қамырларымызды екі қамырды бірге біріктіріп, лағман сияқты созып аламыз. Біздің самсамыздың бетіндегі әдемі өрнегі болып шығады. Екеуін біріктіріп орап алғаннан соң осылай видеодағыдай сәндік үшін айналдырып бетіне қойып шығасыздар. Өрнегімізді самсамыздың бетіне қойып алғаннан соң, соңғы ең кішкентай қамырымызды алып, домалақ етіп, самсамыздың крышкасы ретінде қойып қоямыз. Екінші самсамызды дәл осылай жасап аламыз. Дайын болған самсаларымыздың бетіне қызарып әдемі болып пісуі үшін жұмыртқаның сары уызын жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне тегізіп, шет-шетінің барлығына жағып шығамыз. Дайын болған самсаларымызды 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіреміз. Неке қыздар, біздің самсамыз дайын болды. Осылай пештен алғаннан соң жаңағы өрнегіміздің астынан домалатып кесіп аламыз. Бұл біздің самсамыздың қақпағы ретінде болады. Қыздар, осы самсаны міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да қатты қиын емес, дастарханыңыздың көркін беретіні сөзсіз. Қыздар, менің каналым пайдалы болса лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.